Алдияр Аңсат, Дмитрий Бочаров, Қазақстан кубогының финалы. Е4 С5, Сицилиан қорғанысы, АТФ3 Д6, Д4 СД, ат Д4, ат F6, піл Д3. Ат С6 алдық және рокировка. Ж6 Айдахар вариантына ұқсап тұр, Dragon Variation. Б3, піл Ж7, піл Б2, енді фианкетто, бұл туралы сіздер білесіздер деген ойдам. Рокировка және С4, Геза Мороцийдің сүйікті жүрістерінің бірі. Негізгі орталықты бақылауда ұстау. Негізгі орталыққа сарбазды қойды, ат С3 және тура Б8. Уәзір Д2, енді екі тураның арасындағы байланысты орнату, піл Е6 және тура Ф-Д1. Тура Б7 қомағайлар қатарына тураны қойды, ертема кешпі Д7 және Д5 деген іс-әрекет жасайдау деген ойдамын. Піл F1 енді барынша мына жүріске кедергі жасау, тура D7 және B4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. D5 орталықты қопарды, ED, CD, CD, ат D5, ат D5, піл D5, тура D5 және уәзір E1. Сонымен ақтардың мына шетте, нақтырақ айтсақ, уәзір қанатында өзінің белгілі бір басымдығы бар сарбаздардың тарапынан, бірақ қарсыластың орталықтағы сарбаздары көбірек. Енді көрейік, кім мықты деп атқан. Уәзір Е7 алдық және А4. Бұл жердегі эндшпильттің бір ерекшелігі, мына екі сарбаз әрине мына сарбаз жеңіп кетеді. Ал мына төртеуін, мына үшеуі тоқтатады деген ақпарат бар. Тура С8, тура С1, алдық және уәзір С7. Піл Е3. Қаралардың жағдай қиын. Неге? Өйткені мына сарбаздың қаншалықты осал екенін сіздер көріп тұрсыздар, және мына сарбаз мүлдем қимылдамайды. Ал мыналар болса алға қарай ұмтылып баратыр. Е4 Б5, піл С3, уәзір Д1, піл А8, уәзір С2 байлады. Мүмкіндік бар болса, бүкіл ойыншыларды айырбастап, және мына екі сарбаз әрине мына сарбаз жеңіп кетеді. Уәзір А5, піл А3, алаңдату әдісі, алдық, шах және Б6. Шетте тұратын өтетін сарбаздың қаншалықты мықты екенін сіздер көріп тұрсыздар. Уәзір А3 және уәзір А6 осымен ойын аяқталды. Амалсыз мынаны алады, сіз мынаумен аласыздар, содан кейін Б7 осымен ойын аяқталды. Алдиярды құттықтаймын, бірақ ертең екінші партия бар.